Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі үлпілдеп тұрған бауырсақ пісіретін боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қолыңызбен мышсаңыз қайтадан өз қалпын формасын жоғалтпайтын өте жұмсақ болып пісетін воздушный бауырсақтар пісіретін боламыз. Ең алдымен жақсылап тестамызды елеп аламыз. Жылы суға тұзымызды, қантымызды салып араластырып дрожжымызбен жақсылап тестамызды елейтін боламыз. Содан 1 сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Ашыған тестамызды алып, дәл осылай жұп-жұмсақ болып жақсылап тұрып ашиды. Көтерілген тестамызды алып, бауырсақты пісіретін боламыз. Ең алдымен ыдысымыздан тестамызды түсіріп аламыз. Одан кейін бір келкі формаға келтіріп, оқтауымызбен жайып аламыз. Өте жұқа қылып жаймаймыз. Екі сантиметр көлемінде қалыңдықта жаятын боламыз. Тез жайылатын болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып шыққан тестамыз. Мен бауырсақтарды дөңгелек және төртбұрышты, тік төртбұрышты формада кесемін. Мінекей мынандай дөңгелек формаларыңыз болса, формамен кессеңіздер болады, болмаса стакандарды пайдалансаңыздар болады. Мінекей осылай кесіп шығасыздар. Оны қолыма жабыспас үшін мен қолымда майлап алдым кішкене сұйық маймен. Енді қызып тұрған табамызға бауырсақтарымызды салып пісіретін боламыз. Үлпілдеп, сразу үрленіп шығады бауырсақтарымыз. Енді келесі жағын аударып барлығын пісіретін боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек болып барлығы үрленіп пісіп жатыр. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады міне. Барлығыңыз жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ас болсын, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.